videomuzda sizlerge велосипедный жобасын алдымен жинақпен қалай жинауға болатынын көрсетемін. Яғни бұл жинақты алдымен құрастыру үшін бізге өзіміз өтіп жатқан Arduino Uno платформасы керек бар. Сонымен бірге бізге керегі батырмалар. 4 батырма, екеуінде қақпаға қондырылып тұр. Яғни екеуінде сол қақпаға қондыра қойылды. Жинақтың ішінде қақпаға бөлек жүреді. Батырмамыз біздерде бөлек жүреді. Төрт батырмамыз дайын. Сонымен бірге пезо элемент, яғни кесілкі дейді, дұрыс шығаратын. Енді мына пезо элементімізде бізде оң, яғни оң аяғы, яғни анод және катоды да плюс пен минусы. Көп тұста да плюсы ұзын, қысқасы минус. Немесе наклейкіде және барлығы көрсетілген, қай жаққа плюс екен. Сонымен бірге жанында да көрсетіліп тұр, плюс аяғы бар нәрсе. Яғни қай жағы оң аяқ, яғни қай жағы портқа барады, қай жағы минусқа барады. Енді бізде екінші түрі бар. Екінші түрінде аяғына қарайтын болсақ, онда айырмашылық жоқ. Яғни екеуі де бірдей күйінде тұр. Олай болатын болса, оның үстінде көрсетіліп тұр. Плюс деген белгі бар. Яғни сәйкесінше мына аяғымыз оң аяқ болып саналады. Яғни портқа баратын аяғымыз осында. Келесі бізге керек бар жарық диодтар. Өзіміз өткен. Сонымен бірге кедергілер резисторлар, мына 220 ohmдық резисторлар. 220 ohm дегеніміз мына жазылып тұрады қағаздың ішінде жинақта келгенде. Сонымен бірге 1 килоомдық резистор сияқты сөйтіп келесетіндердің бірі. Сонымен бірге 10 килоомдық резисторлар. Сосын жалғайтын біздерде проводтарымыз қапа. Олай болса жинақта жалғауды бастайды. Батырманы қондырарда сабақта түсіндіріп кеткендегідей, мына бағытта емес, мына екіні ортада бөлініп тұрған жерден жалғаймыз. Себебі дейтін контактілер бір-біріне тимеу керек. Төрт батырмамыздың да яғни минусқа жалғап алдық. Енді сәйкесінше плюстен жалғап алдық. Плюстері жалғанды. Енді осы батырмамызды портқа қосамыз. Енді мынандай нәрсе. Оның алдында сіздерге айтып кеттім. Портқа ол жалғанады, минус аяғы қайда жалғанып тұр. Мысалға мынау плюс жалғанып тұрғанда бірінші клемма десек, клемма 1А болса, мынау клемма 1Б бар, 2А, 2Б. Минусымыз қазір 2Ада жалғанса, портқа баратымызда осы минусқа тұрған аяққа қарама-қарсы бағыттағы 2Б-дан баратыны. Барлығында да сол. Жалғану басында мынаны ескеру керек. Батырманың міне екі аяғы тұр, ол яғни бір клеммасы мұнда тұр, міне екіншісі мұнда. Жалғанғанда да проводтарымыз осыларға жалғану керек. Далаға мұнда немесе басқа жерге жалғанса, онда бізде ешқандай контакты болмайды. Соны ескеру керек. Батырманы екі бөле алайын. Бірінші батырман.
Екінші батырманы үшке жалғадым. Үшінші батырманы төртке жалғадым. Екінші батырманды төртінші батырманы төрт батырма бізге Arduino платымен толықтай байланысты. Енді қажет нәрсе Arduino платысынан біздің макетный платаға ток беруіміз қажет. Яғни біріншіміз ток ZMD олда ground. Сонымен бірге 5 вольттық пистонымыз. Ендігі кезекте біз батырманы бітірдік. Ендігі кезекте бізде жарық диоды. Қызыл қалай, жасыл, сары, бізде төртінші түс жоқ, соны таңдайтын жасылды қайтарамыз. Енді жарық диодтарын қорғаймыз. Катод және анод білесіздер ғой. Қысқасы катод, ұзындығы анод, яғни сәйкенше плюс пен минус. Өздеріңізге жалғаған уақытта қателік кетпес үшін әрқашанда анод жағын ұзындығы, оң жағыңызға алып отырыңыз. Жалғағанда да солай, яғни плюстен минусқа апаратын кезде біліп отырасыздар әрқашанда. Аясынасын суырып қарап, қайсысы плюс ет, қайсысы минус ет деп отырмау үшін осылай етіп бірден оң жағын алып қыстырған жақсы. Оң жағынан қызыл, жасыл, сары, сәйкесінше бұлардың кедергілері 220 ohmдық. Еседі қазір плюс аяғынан алып отырмын. Минусқа да алуға болады. Өздеріңізге жақсы минуспен алып бірден минусқа жүрдік. Мынаны ескеру керек. Оның алдында сіздерге айттым, макетный плата ол деген мына қолдарымызда бар батсай макетный плата, ол деген мына минус тогыңыз мына басталса, нүктеден, ол мына қарамыз тұрған минус қайыптан осы нүктемен аяқталды. Яғни арасында үзік бар. Сәйкесінше біз мына бойды минус токпен қамтамасыз ететін болсақ, ол тек қана осы аралықта. Яғни мына аралықта ешқандай ток жоқ. Сондықтан да біз осы аралықта токпен қамтамасыз етеміз. Осыны былай алып қойып, сосын сонда біздің тоғымыз мұннан проводпен өтеді, қайтта мына бойды түгелмен минус тогымыз қамтамасыз етеді. Енді плюсіміз. Яғни жарық диодтарымызда анодымызға сәйкесінше порттарға барады. 6-шы порт қызылымыз, жасылымыз түсті. Сарымыз бізде 8-ші порт. Яғни біздер қазір батырманы және жарық диодын жалғадық. Енді бізде қалып тұрғаны пьезоэлемент. Пьезоэлемент оның міндетін алдында сабақта айттым, яғни дыбыс шығарады. Әртүрлі жиілікте герцта дыбыс шығаратын болғандықтан бұл пьезоэлемент әрқашанда шин порттарға жалғанады. Яғни сандық порттардың ішіндегі 3, 5, 6, 9, 10, 11 деген шин порттар. Біздерде қазір 2 порт болса, ол 10 мен 11 шин порт. Яғни осы екеуінің біреуіне жалғаймыз. Біздерде бос қалып тұрған орын, мына орын.
жаңағыдай жарық диодында алғанда анодын оң жағына алған болсақ, мұнда да солай ориентир жасауға керек. Оң жағына алдым, қатарға қосайын. Так, минус. Минусымыз. Енді қазір плюс çalғанымыз. Onun mendегі 10 импорттар дегеніміз білеміз, 0 мен 1020 үштен алғанда сандарды яғни қабылдайды, шығарады. Соған байланысты біз дейтін әртүрлі герцтер, мысалы 220-440 деген белгілерімізді келгенде соған сай дыбысты ойната алады импортты. Так, енді сіздерге қажет нәрсе компьютерге қосып, программалық кодын жазу арқылы тапсырманы барлығын тексеріп қалады. Мысалға мен дейтін көк түстімді, көк мен барды, осы батырман бассам, менде мына жарық деп жаңады. Мынаны басқанда сәйкесінше жасылымыз, қызылды бассам қызылым, сарыны басса сары жанады. Немесе өзіңізге өз қалауларыңызға мына рет бойынша да орналастыруыңызға болады. Сосын сәйкесінше әрқайсысын басқанда әртүрлі дыбыс шығару керек. Жарық деп шығамыз. Негізгі берілген тапсырма бойынша осыған қарап жинап, маған видеосын, программасын жазғандарыңызды түгел барлығын жіберіңіздер. Рахмет.